Барлығына сәлем. Бүгін осындай сорпа, яғни сорпа жасайтын боламыз. Бұл өте ерекше сорпа, әрі жеңіл. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелулеріңізді сұраймын. Ең алдымен 500 грамм тартылған етке 2 жуаны салып, үстіне бұрыш, кориандр, тұз және бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Егер сулы болып кететін болса, еттеріңіз үстіне, яғни панированный сухари, ұнтақталған нанды салсаңыздар болады. Етті осылай алып, үстіне қайнатылған жұмыртқаны саламыз. Дайын болған еттердің бетін асханалық пленкамен жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін көкөністерімізді ашып дайындаймыз. Енді май құйылған қазанға картоп пен сәбізді салып араластырамыз. Үстіне томат пастасы мен қызанақты салып араластырамыз. Үстіне жуа саламыз туралған. 5-10 минуттан кейін үстіне қайнатылған суды құямыз. Үстіне тұз, бұрыш салып, бетін қақпақпен жабамыз. Көбігі шыққаннан кейін осы көкөністерден шыққан көбікті алып аламыз да 30 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді одан кейін болгар бұрышын және тартылған етті салып, беттің қазанын ашып қоямыз. Қайнағаннан кейін 2-3 реттен көбігін алып аламыз міндетті түрде. Одан кейін 20-25 минут етін пісіріп аламыз. Мінекей осындай болып шығады кескен кезде етіміз. Сорпамыз дайын болды. Кез келген үстіне көк шөптерді салсаңыздар болады. Мен кинса салып шықтым, сонда өзінің дәмін одан сайын ашатын болады бұл сорпам. Осы сорпаны үйлеріңізде жасауға кеңес беремін. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.